Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай өте дәмді әрі тез дайын болатын лазаньяның рецептімен бөліскім келіп отыр. Олай болса, видеоны соңына дейін көрейік. Ол үшін алдымен қызып тұрған табамызға зәйтүн майын салып, тартылған етімізді, оның үстінен ұсақтап туралған пиязымызды салып, екеуін бір қуырып алатын боламыз. Қуырылып болғаннан кейін оның үстінен ұсақтап туралған сәбіз және тәтті болгар бұрышын салып, барлығын бір қуырып алатын боламыз. Рецептісінің барлығын төменге жазып қалдыратын боламын. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Үстінен соус, томат пастасы және дәміне қарай тұз салып, барлығын бір араластырып алатын боламыз. Соусты егер қаласаңыздар, мен ссылкасын қалдыратын боламын төменге, соған қарата істесеңіздер болады. Сарымсақ салсаңыздар да болады, менде соуста бар болғандықтан салмаймын. Қызанақ турап салсаңыздар да өте дәмді шығатын болады. Енді үстінен су құйып, баяу отта бұқтырып қоятын боламыз. Енді ақ соус дайындаймыз. Ол үшін сармаймызды ертіп алып, оның үстінен ұн салып, жақсылап осылай араластырып аламыз видеодағыдай. Оның үстінен сүт құйып, бізде қоюлау масса шығуы керек. Сүтті аз-аздан құйып, осылай түйіршік қалмайтындай етіп, араластырып отырып жасайтын боламыз. Сүттің орнына сливке қолдансаңыздар да өте дәмді шығады. Арасында түйіршік қалмау үшін осылай венчикпенен үздіксіз дайын болғанша қозғап отырамыз. Дайын болған соусымыздың үстіне дәміне қарай қара бұрыш және тұз саламыз. Осылай барлығын бір араластырып аламыз. Бізде осындай масса шығуы керек, қоюлау болған. Дайын болған соусымызды осылай фарштың үстіне құйып, барлығын бір араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, фаршымыз толықтай суын тартты, аздап қана бар. Қатты суын көп қылмаймыз, өйткені лазаньямыз қатты сұйық болып кетуі мүмкін. Енді барлығын бір араластырып алғаннан кейін үстінен жаймамызды осылай тізіп шығатын боламыз. Кез келген өзіңізге ұнаған жаймасы қолдана берсеңіздер болады. Мен өзім қолдан жайылған жаймамды осылай реттеп салатын боламын. Барынша осындай жұқа жайманы қолдансаңыздар, өте әдемі шығады. Барлығын осылай біркелкі етіп реттеп, лопатканың көмегіменен осылай барлығын бетін жауып шығамыз. Дәл осылай баяу отта 10 минут, 15 минуттай бетін бұқтырып қоямыз. Менде 10-15 минут өтті. Енді үстінен үгітілген өзіңізге ұнаған кез келген сырды сепсеңіздер болады. Сырды ең соңында себетін боламыз. Бір 5 минуттай ғана қойсаңыз болады сырдан кейін. Лазаньямыз дайын болды. Енді үстінен мен көкшөп осылай петрушка және укроп септім. Осылай пышақпен немесе лопатканың көмегімен кесіп, дайын болған лазаньяңызды жіберсеңіздер болады. Өте дәмді шықты. Міндетті түрде дәл осы рецептіменен жасап көрсеңіздер болады. Ерекше дәмді шықты. Дәл осы рецептімен духовкада жасасаңыздар да болады, бірақ осылай табада жасаған өте тез дайын болатын болады. Ешқандай кафе, ресторандарға бармай-ақ дәл осылай үй жағдайында жасап көрсеңіздер, өте тойымды әрі дәмді ерекше шығатын болады. Олай болса, баршаңызға сәттілік, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.